Аялым, сәлем, подкастқа қош келдің. Сәлеметсіз бе? Ал енді өзің туралы айтып берсең, отбасың туралы айтып берсең. Менің атым Аяулым. Мен 28-демін. Өзім жеке кәсіпкермін. Отбасылымын, бір балам бар. Бір менің сұлулық студиям бар. Қаз жасаймын өзім. Қазір перманент жасаймын. Подкастқа бірінші рет келіп отырмын. Бұған дейін қатысып көрген жоқсың, е? Қатысып көрмедім, бірақ армандағам подкастқа қатысаймын деп. Армандар орындалады. Иә. Аялым, осындай сұрақ, сен қай жақтан болғансың? Өзім Өскемен қаланыкымын. Ата-анам да Өскеменде туған. Сол Өскеменде оқып, негізі мен орыс мектебін бітіргем. Университетті орысша бітіргем, магистратураны да орысша бітіргем. Ағылшын тілі мұғалімімін. Балам дүниеге келген соң өзім қазақ тілін меңгере бастадым. Өйткені мен отбасымда да бәрі орысша сөйлейді. Сондықтан қазақ аруы маған сол қазақ тілін одан сайын дамытуға үлес қосшы. Иә, выход из зоны комфорта дейді, сондай секілді. Қызықты, сонда өз үйіңде сенде бәрі орысша сөйлейді. Иә, бәрі сондай орысша сөйлейді. Енді қаланың өзінікі болғандықтан шығар. Иә. Ал сен осы тұрмысқа шыққаннан кейін, сол тұрмысқа шыққаннан кейін сол үйде қазақша сөйлей ма бәрі? Иә, сол үй менің күйеуімнің отбасы бәрі қазақша сөйлейді, өздері қазақи адамдар, қазақ тілінен мұғалімі, мен енем. Сол бәрі мен жағынан да, мен күйеуім жағынан да бәрі мұғалім болып келеді. Мен сол екі отбасында да бірінші жеке кәсіпкер болып келем. Бәрі анандай традиционный жұмыс дейді ғой, служащий дейді ғой, сондай бәрі. Қызықты. Олар қалай қарайды осы сен жұмысыңа? Ең басында мен декретте болдым. Декреттен сол қас жасап бастадым. Сол кезде бәрі всерьез не воспринимали. Ойлаған қазір декреттен шыққан соң мектепке қайта оралады деп. Сосын мен бір кабинет аштым басында. Сосын айтады ғой, әр баланың өз несібесі бар. Сонда мен сол жеке блогымды жүргізіп жатқан, студия ашқанды бәрін Тайырымның үлесі деп ойлаймын. Сол Тайырым маған вдохновение беріп, өз-өзімді басқа жағынан мотивация алдың, Тайыр дүниеге келіп. Иә, мотивация алдым, вдохновение алдым. Сол 5 жыл бұрын бастағам өз жұмысымды. Қазір менде осы қаланың бір топовый студиясы деп атауға болады деп ойлаймын. Енді естуіміз бар, бізді клиент болғамыз, келгеміз, шындапты сенде істейтін өте білікті мамандар, бәрі өте жақсы. Командам бар, 7 адамнан тұратын. 7 адам, артынан 7 адам келіп. Әне қалай, жай ғана жеке кәсіпкер емес, жұмыс орындар да беріп отырсың сен. Иә. Түсінікті. Енді өзің жайлы тағы да бір қызықты әңгімелер бар ма өзің туралы? Біз былай білеміз ғой, папайя дейді басқалай. Неге папайя? Тағы да бір қызықты өмірдегі сәттер бар ма екен? Мен клиенттерімнің көбі мен шын атымды білмейді. Бәрі мені телефонны книжканы ашсақ, бәрі папайя деп жазып қояды. Кейбірлер мені Әйгерім деп айтады. Аяулым деп атымды ешкім білмейді. Сондықтан мен атым Аяулым, ұмытпаңыздар. Неге папайя айтпеш? Бәрі сұрайды сол, неге папайя? Осы сұрақты жауайық, осы жерге жауап берші. Мысалы, мен бастаған кезде мен Инстаграмды сондайды жүргізбеппін. Блогер болмадым. Сол 5 жыл бұрын оқыған кезде маған бір курстар өттім да, айтты, сенің никнеймін бір креативті болу керек. Сол кезде мен есте қаларлық. Иә. Сол кезде мен ойладым, Ая, папайя. Енді күшті естілетті. Жай жаза салдым, бірақ адамдар ойлайды сол бір күшті бір мағына бар деп. Бірақ мен жай өзім отырдым да ойладым, енді сөз ұйқасы күшті келе қалды. Сөз ұйқасы келіп тұр да, Ая, папайя. Содан соң папайя броуз болып кеттім. Сол студиямның аты да Папайя Beauty Space.
Бұл жерде терең ой жоқ, ойламаңыздар. Терең жоқ, әр нәрсе мен ойлаймын, не надо усложнять. Сол өзімнің девизім өмірлік, ол тек қана по течению жүру. Бір нәрсе қиын болып жатса, мысалы ұнамай жатса, менің айтады ғой, дене өз сигналдарын береді, мысалы. Сол кезде мен ойлаймын, значит, ол маған бұйырмайды. Бұйыратын нәрсе ол сенен қашпайды деп ойлаймын. Сондықтан сол өскемен аруына да мен мысалы соңғы болып заявка бердім. Өзім ойладым, мүмкін мені алмайтын шығар деп. Сосын кастингке алды. Кастингте де өзі былай күшті в потоке дейді ғой, сондай болып келе жатыр. Өз сәтімен келе жатыр. Сәтімен, Енді сен кастинг, не айта кеттің ғой, конкурс жайлы, осы сайысымыз жайлы айтып жатсың. Ол біздің сайыс сенің өміріңде өзгеріс әкелді ма? Өзің не ойлайсың? Қалай өтіп жатыр өзі? Осы сайыс мен үшін ол лакмусовая бумажка секілді. Мысалы менің жақындарым, туыстарым, достарым өзін шын ниетін көрсетіп жатыр маған. Кім қалай? Бәрі бірақ мені қолдайды, бәрі. Мен мысалы кіші кезімнен бастап сахнада болуды армандағам. Мысалы ешқандай бір керемет өнерім болмаса да, өзімді ылғи сахнаның адамы деп сезгем. Сондықтан өз жеке блогымды жүргізуге бастағам. Ол да бір сахнаның түрі ғой. Адамдарға сен сторисқа шығасың, айтасың. Сол мен үшін ол бір гештальт секілді. Гештальт жауын, А жалпы осы қазір сайысымыз қалай өтіп жатыр? Ұнайтын жері бар ма екен? Ұнамайтын жері бар ма? Сайыс маған бәрі ұнайды, шынымен. Бәрі күшті, мен үшін жеңіл өтіп жатыр. Бірақ мен конкурстың алдында, бір күн алдында оқимын, мысалы подкасттарды тыңдайтынмын қазақша, өйткені қалай мен айттым, мен үшін қазақ тілі ол қиынырақ, мысалы басқаларға қарағанда. Сондықтан мен өзімнің сөз словарімді дайындаймын. Сөзді көбейтіп жатырмын. Сондықтан бірақ өзімді мен ойлаймын, өз-өзіңді как есть, если будешь вести, ол бәрі чувствуется, энергия сол. Сондықтан сол. Менің ойымша ол үлкен батылдық, міне қазақша деп айттық, көбі сол тұрғыдан қарап келе алмай қалды. Мен қазақшам азырақ, қатты сөйлей алмаймын деп, Өйткені бір нақты условия болды, қазақ тілін еркін білу деп тұрды. Восклицательный знак болып тұрды. Содан мен қатты ойландым, бірақ ойлаймын, неге мысалы бұйырса бұйырады. Қазір не тырысудасың? Қазірде мен подкастта отырмын, ол да бір жетістік деп ойлаймын. Мен де сөйтіп ойлаймын. Сондықтан қыздар, қорықпаңыздар, батылдырақ болыңыздар, осы өздеріңізді сынап көріңіздер. Мне қазір аяулым мысалы орысша оқыды. Мен де орысша мектепте, университетте орысша, бірақ екеуміз де мне қазір қазақша подкастта отырмыз. Мен ойымша ол да бір үлкен жетістік біз үшін. Сол енді осындай сұрақ, кім қолдады? Қандай осы қолдаумен келіп жатсың? Мені ылғи қолдайтын менің анам және де менің күйеуім. Ол әрбір мысалы идея дейді ғой, соның бәрін мен ойлап табам, тыныш отырмаймын. Бір студияны ашам, екінші студияны ашам, екі студияны жабам, қайтадан бір үшіншісін ашам. Сосын мен айтам, бір сайысқа барайын. Ол айтады, енді сен үлгермейсің, біз қазір апрельде бір жаңа студия ашамыз Күштіда. Соның бәрін қалай енді үлгересің дейді. Мен айтам, үлгеремін. Мен түніменен ұйықтамасам да барғым келеді. Потом бір рет жылап алдым да мен дайындық кезінде. Сонда күйеуім айтады, сен енді айттым ғой, мен сөйтіп жылайсың, енді не үшін бармай қой. Мен айтам, мен қалай қиын болса да менің жаным қалай айтам, бақытты. Қандай қиындық болса да, өйткені ол менің арманым, өзіме ұнайды. Сондықтан ол принял, жарайды дейді. Онда мен студия, сол үшінші студияның шаруалармен
жұмыс істеп. Неге жылап жүрсің? Кім жылады қойды? Біз ба? Жоқ, қазір ораза айы. Мен енді үйде де келін болуға тырысам, ана болуға тырысам. Сондықтан өзіме көп жауапкершілік алдым да, сол жауапкершіліктен біраз қиналып шаршадым. Қиналып жылап Енді алдым. әйел адам болғаннан кейін біз жан жақ онда осылай әйел түсінеді дейді ғой. Толығымен түсініп отырмын. Сен бірден жұмыс қана емес, мына жақтан балаңды да ойлайсың, үй тіршілігін де ойлайсың, жан жақты туыстарың да бар деген сияқты, жұмыстан басқа ойлайтын. Мен сені толығымен түсінемін. Енді сен қолдап отырған, осы сайысқа келіп отырған адамдар бар шығар, соларға алғысыңды айтып, мүмкіндік бар? Мен ең біріншіден өз отбасыма, күйеуіме, ата-енеме алғыс білдіремін. Менің шын достарыма, менің коллективіме, қазір мен студия мүлдем келмей жүрмін, бірақ олар өздері жұмыс жасап, команда болып, мені қолдап ылғи айтады, сен айт, қай жерге дауыс береміз, не істеу керек екен. Мен там жоқ. Тек қана сол поддержка, өздерін жұмыс жасап жасаңдар, сол үшін маған үлкен сол поддержка болады. Сол мен оқырмандарыма, инстаграмыма көп рахмет. Сол түсінікті. Сізге рахмет, сол конкурсты ұйымдастырған үшін, барлық қыздарға мүмкіндік беру үшін. Мен ойлаймын, әр қыз енді қалаға енді біраз болса да әйгілі болды. Енді ол ең жақсы, қалай айтсам, мен мысалы 5 жыл бұрын бастаған кезде сондай мүмкіндіктер болған жоқ. Сен өзің бастайсың, пост жасап, үйреніп. Қазір осы сайыс әр қызға жақсы стартап деп ойлаймын. Ертең блогер болуға, мысалы өзінің бір бизнес болсын, сондай нәрсені өзін танытуға, қала және Қазақстанға. Онда дұрыс қолдана білу керек қыздар. Сіздерге құлақтарыңызға алтын сырға қаншама материал беріп отырмыз, соның бәрін дұрыс қолдансаңыздар, инстаграмдарыңызға салсаңыздар, қаншама қыздар осын мүмкіндік көріп отыр. Мүмкін сіздер оны толығымен қолданбайсыздар. Сол енді рахмет үлкен. Рахмет сізге. Осы подкастқа рахмет. Рахмет. Кездескенше. Сау болыңыз.